Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздерде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері. Енді бүгін біз сіздермен осы сабақтас құрмалас сөйлемнің 6 түріне тоқталамыз. Сабақтас құрмалас сөйлем мағынасына қарай мынандай топтарға бөлінеді. Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем, қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем, себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем, мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем, мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем және қимылсын бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем болып 6 түрге бөлінеді екен. Енді қазір біз әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Алдымен шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемге тоқталайық. Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем бағыныңқы сөйлемі басыңқы сөйлемдегі ойдың болу-болмау шартын білдіретін сабақтастың түрі. Бағыныңқы сөйлемнің баяндауыштары мынадай тұлғалардан жасалады. Бірінші жасалу жолы етістіктің шарттырай түрінен болады. Яғни етістіктің шарттырай деген балалар қазір айтатын боламын. Алдымен мысалға назар аударайық. Осындай қалың жұрт батысқа қарай ағылып бара жатса, сол көптің бірі болып біз қандай оп-оңай араласып кетер едік. Яғни бұл екі жай сөйлемнен құралған, балалар. Бірінші жай сөйлем ол бізде көріп тұрғандарыңыздай бағыныңқы сөйлем, екінші жай сөйлем басыңқы сөйлем. Енді бағыныңқы сөйлемнің баяндаушына назар аударсаңыздар, жаңа біз айттық, етістіктің шарттырай түрінен дедік. Бізде бұл жерде баяндаушы тиянақсыз және етістік бізде жат деген сөз бізде етістік болады, білесіздер. Ал шарттырайдың жұрнақтары бізде сасия шарттырай жұрнақтары жалғанып тұр. Сонда бұл бізде етістіктің шарттырай түрі деген отырғанымыз осы болады екен, балалар. Бұл бірінші жасалу жолы. Енді екінші жасалу жолына назар аударамыз. Болымсыз етістіктің и тұлғалы көсемше түрінен болады. Мысал үшін, мен үйге келмей іс бітпейді. Бұл жерде екі жай сөйлем бар. Бірінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз, екіншісі тиянақты. Яғни бірінші жай сөйлем білесіздер, сабақтас болған соң бұл міндетті түрде бағыныңқы сөйлем бірінші жай сөйлем, екінші жай сөйлем ол бізде басыңқы болады. Енді баяндаушына назар аударамыз. Баяндауыш тиянақсыз болған соң ол бізде болымсыз етістік. Егер ол кел болса, балалар, бізде болымды болады, ал келме деген ол бізде болымсыз етістік. Демек, болымсыз етістікке и тұлғалы көсемше жалғанады екен. Міне сонда жасалу жолы көріп тұрсыздар, дәл осылай болады екен. Балалар, үшінші жасалу жолы жат септік тұлғасындағы есімшеден болады. Енді мысалға назар аударайық. Қара теке Әзімбай болғанда, осы текенің әкесі сары теке қатар тұр еді. Енді бірінші жай сөйлемге назар аударсаңыздар, бірінші жай сөйлемнің баяндаушына назар аударамыз. Баяндауыштары әрине тиянақсыз және жаңа біз айтқанымыздай жат септік тұлғасындағы есімшеден болады дедік. Бізде бол дегеніміз білесіздер, етістік. Ол етістікке есімшенің ған түрі жалғанады, яғни жұрнағы ған жалғанып тұр. Сонымен қатар жат септіктің кімде не деген сұраққа жауап береді, да деген тұр. Сонда болғанда деп осылай баяндаушы жасалынады екен. Бұл бізде үшінші жасалу жол түрі жат септік тұлғасындағы есімшеден жасалу болатын. Келесі сабақтас құрмалас сөйлемнің тағы бір түрі ол бізде қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем. Басыңқы сөйлемдегі ой бағыныңқыда айтылған ойға немесе бағыныңқыдағы ой басыңқыдағы ойға қарсы қойылатын сабақтастың түрі. Бағыныңқы сөйлемнің баяндауыштары мынадай тұлғалардан жасалады. Бірінші жасалу жолы шарттырайлы етістікке да деш лауы тіркесінен болады. Мысалы, қанша тырысса да тобығы орнына келмеді. Балалар, бірінші жай сөйлем ол бізде қанша тырысса да бағыныңқы сөйлем болады. Екінші жай сөйлем тобығы орнына келмеді. Бұл бізде екінші жай сөйлем және басыңқы болады. Өздеріңіз мына бірінші жай сөйлемнің, яғни бағыныңқы сөйлемнің баяндаушына назар аударсақ, шарттырайлы етістікке дедік. Яғни шарттырайлы болған кейін ол бізде түсінікті сасия деген келеді. Бұл жерде тырыс деген бізде не болады? Етістік, оған шарттырайлы етістік болып тұрған сасия деген шарттырайлың жұрнағы және оған да деген шылау тіркесі беріп тұр. Міне бірінші жасалу жолы осылай болады екен.
Екінші жасалу жолы болымсыз тұлғадағы етістіктің шартты райынан болады. Яғни болымсыз тұлғадағы дегеннен кейін түсінікті, иә балалар, маме, папе деген жұрнақтар арқылы жасалынады деген сөз, иә. Мотор үні өшті демесең, екпіні басылмай тұр. Бірінші жай сөйлем, яғни бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз, болымсыз тұлғадағы етістік болып тұр. Деме, иә? Деме, маме, папе жаңа айттық, жұрнақтар арқылы деме, се дегеніміз ол бізде шартты райлы, иә? Сондықтан бұл болымсыз тұлғадағы етістіктің шартты райынан жасалған түрі. Екінші жасалу жолы болып табылады. Үшінші жасалу жолы көмектес септік тұлғасындағы есімшеден болады. Бұл атыраптың күні ыстық болғанмен түні салқын. Бірінші жай сөйлемге назар аударсаңыздар, яғни бағыныңқы сөйлемнің баяндаушының жасалу жолы. Қараңыздар балалар. Көмектес септік білесіздер, иә? Кіммен немен деген сұрақтарға жауап береді. Яғни бұл жерде бізде есімше деген отырғанымыз, және түбір сөз бізде бол, ған дегеніміз есімшенің жұрнағы, есімшенің жұрнақтары ғанген, қанкен, иә? Ал мен дегеніміз көмектес септік тұлғасындағы көмектес септіктің жалғауы. Демек, сонда болғанмен деген ол бізде көмектес септік тұлғасындағы есімшеден жасалынатын түрі екен, иә? Келесі жасалу жолы, төртінші жасалу жолы ол бізде шаршы тұлғалы есімшеден болады. Мысалы, мыңның түсін білгенше бірдің атын біл. Бірінші жай сөйлем бізде көріп тұрғандарыңыздай, баяндаушы қандай? Тиянақсыз әрине балалар. Бұл жерде есімше тұлғалы болған соң есімшені мен енді сіздердің қайта-қайта естеріңізге үнемі салып отырмын ғой. Қараңыздар, біл бізде етістік, оған есімшенің ғанген, яғни ген деген жұрнағы жалғанды, және ша деген есімше тұлғалы тағы да болады екен. Сонда білгенше, қанша, генше, қанша, кенше деген есімше тұлғалы жұрнақтар жалғанады екен. Бесінші жасалу жолы бізде көсемше тұлғалы күрделі етістіктен болып, көмекші етістік тұра тұрып сөзі болады. Мысалы, дүкеннің жабық екенін біле тұрып, Рүстем соған беттеді. Бірінші жай сөйлемнің баяндаушына назар аударамыз тағы да балалар. Қалай жасалыпты? Яғни бұл жерде күрделі етістік деген соң білесіздер, екі немесе одан да көп етістіктердің тіркесу арқылы келіп жасалынады, иә? Енді бұл жерде бізде неше көмекші етістік бар, және көмекші етістігіміз бар. Біле тұрып деген ол бізде күрделі етістік болады. Ал екен дегеніміз көмекші етістік, және оған жаңа айттық көсемше тұлғалы. Көсемше тұлғамен бұл жерде міне біле дегенде е келіп тұр, иә? Біл деген түбір сөз етістік, оған е деген көсемше тұлға, көсемшенің жұрнағы дейміз, көсемше тұлға. Және оған тұрып деген сөз тіркестік келеді екен, иә? Міне бұл бесінші жасалу жолы. Келесі соңғы жасалу жолы, ол бізде алтыншы жасалу жолы шығыс септік тұлғасындағы болымсыз есімше түрінен болады. Мысалы, бетіме көз салмастан жасқа еріп бергеніне таң қалдым. Бірінші жай сөйлемнің баяндаушына қараймыз. Әрине баяндаушы тиянақсыз. Бұл бағыныңқы сөйлем болады. Енді шығыс септік тұлғасындағы болымсыз есімше түрінен деді. Болымсыз есімше түрінен болғандықтан салма, с дегеніміз бізде ол білесіздер есімше жұрнағы болады, с. Тан деген яғни шығыс септік кімнен неден болады. Сондықтан тан деген бізде не болады? Әрине шығыс септігін жалғау болады. Сонда салмастан деп осылай баяндаушын жасауымызға болады екен, иә? Бұл бізде алтыншы жасалу жолы еді. Келесі сабақтас құрмалас сөйлемнің түрі ол бізде себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем. Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемді айтылған ойдың себебін білдіретін сабақтастың түрі себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем деп аталады. Оның сұрақтары неліктен, не себепті, неге, не деп деген сұрақтарға жауап береді. Бағыныңқы сөйлемінің баяндауыштары мынадай тұлғалардан жасалады екен. Бірінші жасалу жолы есімшенің өткен шақ формасына дықтан, діктен деген, яғни жұрнақпен дықтан деген бізде жұрнақ, тан дегеніміз ол жалғау, яғни осы екі жұрнақпен жалғаудың қосылуы арқылы жасалады. Мысалы келтірейік, өзі кешкі кезекте істейтін болғандықтан бүгін тынығып жатыр екен.
Бірінші жай сөйлемнің баяндаушына назар аударайық. Яғни бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы әрине бізде тиянақсыз. Бұл жерде есімшенің өткен шақ формасы бізде білесіздер. Болған, барған деген секілді қанген, қанген, иә? Яғни болған ол бізде есімшенің өткен шақ формасында, оған дықтан деген жұрнақ жалғанды, содан қатар ол жұрнаққа тан деген жалғаудың қосылу арқылы жасалып тұр. Түсінікті ғой балалар? Бұл бірінші жасалу жолы болады. Келесі екінші жасалу жолы ол есімшенің өткен шақ формасына соң шылауы тіркесу арқылы жасалады. Яғни есімшенің өткен шақ формасы деген түсінікті, балалар? Ол яғни болған, барған, айтқан деген секілді өткен шақ формасы осындай болады. Енді мысалға назар аударайық. Шаршап кеткен соң екеуміз трактордың көлеңкесіне жатып демалдық. Әрине бірінші жай сөйлемнің, яғни бағыныңқы сөйлемге назар аударсаңыздар, ол тиянақсыз болып тұр. Қалай жасалып тұр? Есімшенің өткен шақ формасы. Білесіздер, өткен шақ формасы жаңағыны айттым мен, қанген, қанкен арқылы, жұрнақтар арқылы жасалады. Кеткен және оған өткен шақ формасына соң деген шылаудың тіркесу арқылы жасалады екен. Иә, балалар? Бұл екінші жасалу жолы болады. Келесі үшінші жасалу жолына тоқталамыз. Үшінші жасалу жолы бізде көсемшенің үй жұрнағына біткен етістіктің болымсыз түрінен жасалады екен. Мысалы, араларына түсетін арашашы болмай, екеуі де әбден титықтап шаршады. Бірінші жай сөйлем ол бізде баяндаушы қандай балалар? Бірінші жай сөйлем баяндаушы әрине тиянақсыз. Сондықтан оның жасалу жолына тоқталамыз. Бірінші етістіктің болымсыз түрі ол бізде білесіздер. Бол деп, егер бол деп айтатын болсам, ол бізде болымды етістік болды, ал болма ол бізде болымсыз етістік. Және оған көсемшенің несі жалғанады екен? Әрине үй жұрнағы жалғанады. Сонда болмай деп бізде сөйлем, яғни бірінші бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз болып тұр. Міне бұл үшінші жасалу жолы болатын. Келесі төртінші жасалу жолы ашық райының етістікке деп көмекші етістігінің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, ертөстік жалмауыздың қолында қалды деп, елі мүлде күдер үзіп қояды. Бірінші жай сөйлем әрине ол бізде қандай сөйлем болады балалар? Тиянақсыз. Демек ол бізде бағыныңқы, екінші жай сөйлем ол бізде тиянақты, басыңқы сөйлем болады. Бірінші жай сөйлемнің баяндаушына назар аударамыз балалар. Қалды деп, жаңа айтқанымыздай, ашық райлы етістікке қалды деп деген сөз бізде енді ашық райлы етістік болады. Және оған деп деген көмекші етістігінің тіркесу арқылы жасалып тұр. Сондықтан оның баяндаушы тиянақсыз және ол сабақтас құрмалас сөйлем. Оның ішінде қайсысы болады екен? Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем екен. Келесі сабақтастың түрі мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем деп аталады. Бағыныңқы сөйлемі басыңқы сөйлемдегі ойдың болу мезгілін білдіретін құрмаластың түрі. Сұрақтары қашан, қашаннан бері, қашанға шейін деген сұрақтарға жауап береді. Ал бағыныңқы сөйлем баяндауыштары мынадай тұлғалардан жасалады. Бірінші жасалу жолы жаты септік тұлғасындағы есімшеден жасалады. Міне, Абай жолға шыққанда, оның бар ойы ауылына тезірек жету еді. Енді біз әрине бұл жерде бағыныңқы сөйлемнің баяндаушына назар аударамыз. Жаты септік тұлғасындағы есімшеден деді. Бұл жерде бізде шық деген әрине қандай? Етістік болады, дұрыс айтасыздар. Қан дегеніміз ол есімшенің жұрнағы, оған және жаты септік бағана айтып кеткеніміздей кімде неде деген сұрақтарға жауап берейік. Даде, тате, иә. Сонда шыққанда деген осылай бағыныңқы сөйлем баяндаушы осылайдан жасалады. Яғни жаты септік тұлғасындағы есімшеден жасалады деген сөз. Келесі екінші жасалу жолы есімше тұлғалы етістікпен кезде, күнде, шақта, уақытта деген мезгіл мәнді сөздердің тіркесінен болады. Назар аударамыз мысалға жақсылап. Жусан иісі мұрынға келген уақытта біз міндетті түрде аянды еске аламыз. Бұл жерде екі жай сөйлем бар, және біз ең алдымен сабақтас құрмалас сөйлем болғаннан кейін, оның біз міндетті түрде бағыныңқы сөйлемін баяндаушына қараймыз. Бағыныңқы сөйлемін баяндаушы қалай жасалып тұр? Көздеріңіз көріп тұрғандай есімше тұлғадан, есімше тұлғалы тағы да естеріңізге сала кетем, қанкен, яғни бұл жерде бізде кел деген түбір сөз, етістік, ен дегеніміз ол есімшенің
жұрнағы, иә бала. Және ол сөзге не тіркеседі екен? Мына сөздердің біреуі, мысалы, кезде, күнде, шақта, уақытта деген. Бұл жерде бізде келген деген сөзге уақытта деген сөзбен тіркесу арқылы жасалып тұр екен. Бұл бізде екінші жасалу жолы болатын. Келесі үшінші жасалу жолы барыс және шығыс септік тұлғасындағы есімшемен шейін, дейін, кейін, соң, бері, бұрыншылауларының тіркесінен болады. Мысалы, назар аударамыз. Сейіттің әке-шешесі өлгеннен кейін игілік жетім баланы өз қасына алдырған. Енді балалар, мына жерде бірінші бағынқы сөйлемнің баяндаушына назар аударыңыздар. Қалай жасалып тұр? Дұрыс айтасыздар, түбір сөз қандай болады? Өл болады. Ен дегеніміз есімше тұлғалы және барыс немесе шығыс септіктің біреуі деп тұр. Кімнен неден? Білесіздер, шығыс септік, барыс септік кімден неде болады, өлгеннен кейін. Келесі жасалу жолына назар аударамыз. Келесі бізде төртінші ол шаше тұлғалы есімшеден болады. Мысалға назар аударыңыздар. Балалар беттерін ауылға бұрғанша ойға таман түсіп келе жатқан қалың көшті көріп. Қалың көш көрінді, көріп тұрсыздар, тағы да сондай қанген есімше, және шаше тұлғалы есімшеден жасалып тұр. Бесінші жасалу жолы көсемшенің қалы келі тұлғасынан болады. Яғни түсінікті болу үшін мысалға назар аударыңыздар. Біржан ауылға келгелі абай жанынан бір елі ажыраған емес. Көріп тұрмыз, баяндаушы қалай жасалып тұр балалар? Қалы келі көсемшенің жұрнақтары жасалып тұр. Келесі 60-шы жасалу жолы ол ысымен, ісімен деген қосымшалы етістіктен болады. Яғни мысалға назар аударыңыздар. Күн ұясына кірісімен ауыл балалары аянның жанына жиналамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде сабақтас құрмалас сөйлемнің бағынқы сөйлем қалай жасалып тұр? Ысымен қосымшалы етістіктен жасалып тұр, кірісімен. Міне жерде назар аударсаңыздар. Балалар, сабақтастың келесі бір түрі ол бізде мақсат бағынқы сабақтас құрмалас сөйлем. Мақсат бағынқы сабақтас сөйлемнің бағынқысы басыңқыдағы іс-әрекеттің ойдың мақсатын білдіреді. Бірінші жасалу жолы тұйық етістікке кейде болжалды келершақ есімшенің болымсыз түріне үшіншілауының тіркесу арқылы жасалады. Яғни көру үшін, бару үшін, келу үшін деген секілді. Мысалға назар аударайық. Дәуіт ұшып кетпеу үшін қарлығаш оның қанатын қырқып қояды. Міне, мына жерде мысалда көріп тұрсыздар балалар, кетпеу үшін, яғни тұйық етістікте одан кейін үшіншілауының тіркесу арқылы жасалып тұр. Келесі екінші мысал, адам мен ат жазым болып жүрмес үшін тек айналма бәйгемен тымбаққа келісті. Яғни бұл жерде бағынқы сөйлем қалай жасалып тұр балалар? Жүрмес жаңа айттық бірі, көріп тұрғандар бұл бірінші жасалу жолы болады екен. Бұл жарлылығы келершақ жүрмес, бармас дегендегі. Оған үшіншілауының тіркесу арқылы жасалады. Бұл бізде бірінші жасалу жолы болады. Келесі екінші жасалу жолы мақмек жұрнақты етістіктен кейін болып деген көмекші етістіктен болады. Яғни назар аударамыз мысалға. Абайлар ойқұдықтағы ауылға бармақ болып, аттарын ертерек дайындады. Көріп тұрғандарыңыздай міне бағынқы сөйлемнің баяндауышы қалай жасалып тұр балалар? Мақмек және оған мақмек жұрнақты етістіктен кейін болып деген көмекші етістіктің тіркесу арқылы жасалған екен. Үшінші жасалу жолына назар аударамыз. Етістіктің шартты қалау және бұйрық райының үшінші жағынан кейін деп көмекші етістігінің, яғни айтсам деп, айтайын деп, айтсын деп деген секілді тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, білмегенін білсем деп, оқушылар ынтығызар. Білмеген білсем деп, оқушылар ынтығар. Бұл жерден көріп тұрсыздар, білсем деп, яғни қалау райы және одан кейін деп деген жолдар арқылы жасалып тұр, көмекші етістік арқылы жасалып тұр. Сабақтас құрмалас сөйлемнің келесі түрі қимылсын бағынқы сабақтас құрмалас сөйлем. Бағынқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі ойдың қалай орындалғанын білдіретін сабақтастың түрін біз қимылсын бағынқы сабақтас құрмалас сөйлем дейміз. Алдымен бағынқы сөйлемнің баяндауыштары қалай жасалатынына назар аударайық. Бірінші жасалу жолы балалар. А, Е, И және Ы, П тұлғалы көсемшеден болады. Мысал келтірейік. Алыста жүрген немересін есінен шығармай, тілеуін тілеп отыратын. Көріп тұрсыздар, шығармай, бұл жерде көсемшенің мысалы шығарма, И дегеніміз көсемшенің жұрнағы болады. Келесі,
Бүкіл ауыл көңілденіп, думанды болып қалады. Барлық сөйлемнің баяндаушысына назар аударамыз. Көңілденіп дегенде үп деген міне. Тұр, көсемше тұлғалы бізде жұрнақтар тұр екен. Келесі екінші жасалу жолы есімше тұлғасына, қайталап болады, есімше тұлғасына дай-дей жұрнағы жалғанып жасалады. Яғни есімше тұлғасы болғаннан кейін ол бізде білесіздер, қанген, қанкен, көбінесе соған жалғанып бұл дай-дей. Мысалы назар аударайық. Балалары анасынан туғандай, түрлері бір келбетте. Бағанғы сөйлем баяндаушын көріп тұрғансыздар өздеріңіз. Туғандай, туғандай, ған дегеніміз ол біз есімшенің жұрнағы, дай дегеніміз осыған қосылған тағы да жұрнақтың бір түрі. Үшінші жасалу жолы балалар, ол бізде есімше тұлғасына күйі, күйінде, қалпы, қалпында, бетте деген көмекші есімдердің тіркесу арқылы жасалады. Назар аударамыз, мысалы, қоңырқай сопақша беті күреңденген күйі бала жұмысына қайта кірісті. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, есімше тұлғасы білесіздер, есімше қанген деп жұрнақтары күреңденген, бұл жерде бізде есімшенің жұрнағы, және оған күйі немесе осылардың осы бесеуінің біреу, яғни көмекшісінің біреу тіркесіп келеді екен. Келесі соңғы жасалу жолы, төртінші жасалу жолы, ол бізде болымсыз етістікке есімше жұрнағы, оған шығыс септік жалғану арқылы жасалады екен. Мысалға назар аударамыз. Ол ештеңені уайымдамастан бірден ұйқыға бас қойды. Енді өздеріңіз балалар жақсылап мұқият қарап алыңыздар. Бұл жерде бағыңқы сөйлемнің баяндаушы, қараңыздар, назар аударамыз баяндаушыға, айтып тұрғанымыздай, уайымдама дегеніміз ол бізде болымсыз етістік, с дегеніміз жұрнақ, яғни есімшенің жұрнағы, тан деген ол бізде шығыс септіктің жалғауы. Міне балалар, осылай жасалады екен. Біз бүгін сіздермен сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлеріне тоқталдық. Сабақтас құрмалас сөйлемнің 6 түрі бар екен, балалар. Осы 6 түрін жақсылап, ережесін оқып, алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.